Қазақ тілі мен әдебиетін мына бір статистика қарайтын болсаң, 4,5 мың адам тапсырған почти. Оның жартысы шектік балдан асқан, жартысы почти 40%-ға жуық оқушысы қадалған ғой, короче. Әлі 50 балдан асамайды, 40 бал жинап жүр. Среднем 80-70 балдың арасы жинап жатыр екен оқушылар. Енді қараңдар, осы жылы егер сен кем дегенде 110 бал жинамайтын болсаң, ешқандай оқуға грантқа түсе алмайсың. Даже серпін болсын, ол любой немен квоталармен грантқа түсе алмайсың. Ауыл квота болсын. Өйткені биыл грант аз бөлінеді, және де оқушылар көп қарасаң, конкуренция өте бешеный. Жыл сайын негізі қазақ тілі әдебиетіне 460-480 грант бөлінеді. Таңдап атқан адам 4,5 мың теңге. 4,5 мың адам. Разница бар ма? Өте үлкен. Енді қара, біздің курс қазақ тілі мен әдебиеті бойынша тереңдетіп оқытатын курс. Біздің курстың басқа курстардың ерекшелігі, біз 4 баспаны талдап видео сабақ түсіреміз. 4 баспаны ортақ қамтып базалар жасаймыз. Арнайы электронды кітаптарымыз болады. Және де бізде конспект жазып уақыт құртпайсың. Оқуға, жаттауға және де есте сақтауға көңіл бөлесің. Жоспарың болмаса апталық жоспар құрып береміз саған. Апталық жоспар және күндік жоспар құрып береміз. Ол күндік жоспарда сен бір күнде 4 пәнді қатар алып оқи алатын мүмкіншілігің болады. Және де бізде видео сабақ болады, міндетті түрде база болады, тапсырмалар болады, конспект дәптері болады. Және де арнайы әр оқушыға жеке кураторлардан болады, құрметті оқушылар. Кураторлар сенің күнделікті күніңді жоспарлап саған қадағалайтын болады. Күнде сенің кешке 21:00-де есеп алатын болады. Не істедің, не қылдың, қайттың, күнде отчет алатын болады. Міндетті түрде рейтинг ата-аналармен байланыс болады. Және бізде бұның бағасын айтайын ма қанша? Бұның бағасы 60 мың емес, 40 мың, 80 мың емес, бұның бағасы 30 мың емес, бұның бағасы 400 мың емес. Ай сайын төлейсің бізде. Мысалы, бір ай төлеп қоясың, бір ай оқисың, екінші айға оқыған келсе, екінші айында төлем жасайсың деген сияқты ғой. Бір пән алатын болсаң, 10 мың теңге төлейсің. Егер қазақ тілі мен әдебиетін 2 пән алатын болсаң, ай сайын 15 мың төлейсің. 3 пән алатын болсаң, 20 мың төлейсің. 4 пән алатын болсаң, 30 мың. 5 пән алатын болсаң, 40 мың теңге төлейсің. Егер де 3 пән алатын болсаң, бір пәнді сыйлыққа береміз курста. Бізде курста қазақ тілі, қазақ әдебиеті, география, математика және де матсау, Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығын 7 пән оқытылады. Қазақстанда бізде өте жақсы результаттар шығып жатыр негізі достар. 120-130 балдар шығып жатыр. Оның бәрін сен егер курс туралы отзыв, алғашқы пробный сабақтарды көргің келсе, жалпы инстаграмда отзывтар, нәтижелерді көргің келсе, просто маған жекеге плюс қалдыр, мен саған информация берем. Бізде 56 балмен келген оқушылар 108 балға дейін жинап отыр. Ойлаш, басында 56 балмен келеді, точка. Біздің курспен дайындалады, чисто біздің курспен, басқа курстар қатыспайды, короче, 4 пәннен дайындалады, и 108 балға дейін көтереді. Ол өте жақсы прогресс. Мынандай болып келеді да, гений болып шығады. Ол біздің еңбегіміздің арқасы. Жекеге плюс қалдыр, ақпарат берем. Қазақ тілі мен әдебиетін таңдаған оқушыларға жіберіп қой осы видеоны. Нәтиже шығара алмай жүрсең кел.